Сәлем достар, Сібергенчектің арнасына қош келдік. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге үй жағдайында дайындалатын жасалуы оңай әрі өте дәмді пиццаны дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Өте дәмді болған. Мен уже екінші кусогын жеп жатырмын. Пиццаның қамырын дайындауға кірісеміз. Сол үшін бізге ұн қажет, су, қант, татымына қарата тұз, дрожж және де оливковый масло немесе кәдімгі сұйық майды қолдансаңыз болады, яғни растительный маслоны. Ең бірінші суымызға дрожжымызды саламыз. Бір араластырамыз. Суымыз біздің қатты ыстық та емес, қатты жылы да емес, орташа температурада. Енді бұған қант қосамыз. Сіз өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Мен шамамен 1,5 ас қасықтай қостым. Және татымына қарата тұз. Кейде менде оливковый масло бітіп қалған жағдайда мен кәдімгі сұйық майды қоса беремін. Ол да жақсы болады. Енді бұны ұнымызға араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Басында қасықпен, кейін қолмен илейтін боламыз. Мінекей қамырымызды илеп біттік. Енді бетін жауып алып қоямыз. Аздаған уақытқа оған дейін біз начинкасын жасайтын боламыз. Салмасына мен фарш қолданамын, сондықтан мен сковородканы қыздырып, сұйық май құямын. Енді фаршымды салып қуыратын боламын. Фаршымды толыққанды қуырып аламын, және де татымына қарата қара бұрышпен тұз салатын боламын. Салмасын дайындауға кірісеміз. Бізге майонез бен кетчуп керек. Сосын оливкимен қолданғалы жатырмын, яғни зәйтүн. Бұны кесіп дайындаймыз, помидор және огурцы кесіп дайындайтын боламыз. Сырды теркадан өткізу қажет болады. Ең бірінші нағарды кесіп дайындап аламыз. Әрине, соленый огурцы кейбір ғана пиццаларға қосылады, барлық пиццаға емес. Өз қалауыңызша қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Және де тәтті бұрыш қоссаңыз болады, тауық етін қоссаңыз болады. Моцарелла сырын теркадан өткіземіз. Мен мынадан өткізгелі жатырмын. Қатты ірі де емес, ұсақ та емес. Егер сіз өзіңіздің пешіңізге 100% сенімді болсаңыз, сырыңызды сразу дайындағанда, пицца дайындағанда сырды сразу бетіне салып жүрсеңіз болады. Егер де мен пешіме сенімсізбін десеңіз, онда пицца дайын болған кезде 1 минут алдын, яғни сырымызды салып, 30 секундқа, 1 минутқа қайтадан пешке салып қойсаңыз, сырыңыз өте керемет болып, еріп күшті болады. Себебі біздің пештеріміз көбінде пиццериядағы пештегілерге ұқсамайды ғой, яғни басқаша бәрібір. Қамырымызды алып аламыз. Сондай жұмсақ, нәзік, күшті қамыр болған. Қазір кесіп көрсетем. Сондай күшті қамыр болған. Енді бұны біріктіреміз, бір келкетіп, бір елеп аламыз. Енді қамырымызды шамамен 3 бөлікке бөлеміз. Сіз өз қалауыңызша 3 немесе 4 бөлікке бөлсеңіз болады. Тіпті сіздің табағыңыз үлкен болса, онда 2-ге бөліп, 2 әдемі үлкен пицца жасасаңыз болады. Аздап майлап аламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Әрине оқтаумен жаюға да болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жайса болады.
және былайынан бортик жасасақ болады, яғни айналасын былайынан. Пиццерияларда да пицца екіге бөлінеді, біреуі бортикпен, біреуі бортиксіз деген сияқты. Әлден ортасын жұқартамыз, сондықтан былай көлем ұлғаяды. Мінекей ортасы жұқа, қатты қалың емес, ортасы жұқа, айналасы бортикпен дайын болды. Енді бүйтіп тесіп шығамын. Астына аздап май жағамыз. Қабымызды саламыз. Қайтадан дұрыстап домалақ форманы береміз. Ортадағы қамырымыз қатты жұқа емес, қалыңда емес, орташа болу керек. Енді бірінші слой ретінде майонез бен кетчупымызды араластырамыз. Қазір осыны салатын боламыз. Енді мұнда қуырылған етімізді саламыз. Енді қызанақтарымызды саламыз. Әр жеріне. Оливки саламыз. Және қияр саламыз. Енді бетіне сырымызды себеміз. Пиццада не шақты сыр көп болса, сол шақты өте дәмді болады. Сондықтан сырды аямай салсаңыздар болады. Енді пиццамызды пешімізге салып 250-270 градуста пісіретін боламыз. Яғни бұл бисквиттер сияқты емес, жоғары температураны талап етеді. Мінекей біздің пиццамыз пісті. Асты мынандай мінекей золотистый әдемі болып пісті. Бөлшектерге бөлеміз. Пышақпен үстінен дүбзеу болып кеткеннен кейін сыры уже осындай болып тұрады, бірақ сыры сондай созылмалы, өте керемет болып пісті. Сіздерді міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болды. Сөзсіз дәмі өте керемет пицца дайын болды. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмділігі соншалық мен уже 2 кусогын жеп алдым. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.